Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Қазіргі заман талабына сай, бүлдіршіндер мен жасөспірімдер ғаламтор атты шексіз әлемге байланып отыр. Өкінішке орай, осы тақырыпқа байланысты, яғни ғаламтордың балаларға деген ықпалы туралы мәліметтер саны кемде кем. Бұл қоғамның өзекті мәселесі ме? Ғаламторға деген тәуелділік бұл мүмкіндік пе, әлде жаңа дерт пе? Осы сұрақтарға жауап алу үшін мектептің оқушыларынан қысқаша сұхбат алуды жөн көрдім. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары келесідей сұрақтарға жауап берді. Олар интернетті қандай мақсатпен қолданады және ғаламтор желісінің қандай жағымды және жағымсыз жақтары бар? Алыста жүрген таныстарымен қарым-қатынасты қолдау және де басқа елдің мамандарымен ақпаратпен алмасу. Жағымсыз жағы ретінде біз интернетте тым көп уақытты өткізу, уақытымызды үнемдемеу және де қазіргі қоғамдағы тәрбиеге сол әсерін айта аламыз. Күнделікті өмірде гаджеттерді қолдану мақсатым ол сабақ қарау мақсатым және де ата-анамен хабарда болуда. Егер де оның жақсы мен жаман жақтарына келетін болсақ, жаман жақтары оның біріншіден телефонда отыру көз мәселесіне алып келеді және де кибербуллингтің астында қалуымыз мүмкін әбден. Және де жақсы жақтардан келетін болсақ, ол әрбір жерде ақпараттардың оңай түрде табылуы және де олардың барлығы және көп яғни дәлелденген болып келеді. Сол себептен мен ғаламторды қолданамын және гаджеттерді. Ғаламтордың дамуы ақпаратты қоғам құрып жатыр. Алайда оның екінші жағы да бар. Бұл кибербуллингтің, онлайн алаяқтық, құмарлық және балалардың интернетке деген тәуелділік құбылыстары кеңінен орын алып жатыр. Кәмелетке толмаған балалар бұл туралы ешкімге тіс жармауы да мүмкін. Және бұл өте қауіпті жағдай. Бұл құбылыстар балалардың интернетті дұрыс қолдана алмауының салдары болуы да мүмкін. 6 мен 17 жас оқушылары арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша ғаламтор желісін қолданудың жағымды жақтары өте көп. Күнделікті өмірде адамдармен байланыс орнату үшін және әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін ғаламтор желісі ақпараттық коммуникациялық құрал ретінде қолданылады. Оқимын деген талабы жоғары бала үшін ғаламтор желісінде онлайн курстар, оқыту кітаптары, видеолары сияқты көптеген мүмкіндіктер бар. Және бұл әсіресе пандемия кезінде ерекше көзге түсті. Және қазіргі кезеңдегі ғылыми техникалық прогрестің барлығы да интернетпен тікелей байланысты. Келешегін интернетпен байланыстырғысы келетін балалар қазіргі кезде танымал, жоғары сұранысқа ие веб-программист, веб-дизайнер секілді IT саласындағы мамандықтарды таңдауға болады. Бұл мамандықтар жоғары табыс табуға және қашықтықтан жұмыс жасауға мүмкіндіктер береді. Ғаламтор желісі бұл қазіргі әлемнің ағымы және біз дамуымыз үшін одан тысқары өмір сүре алмаймыз. Әрбір бала, әрбір оқушы бұл жеке тұлға және оның қабілеттеріне біз мән беруіміз қажет. Егер бала суретке бейім болса, оған біз планшет немесе қазіргі заман талабына сай ноутбук алып беруіміз қажет. Сонда біздің қоғамымыз әрі қарай өркендей түседі және болашағымыз жарқын болатыны күмәнім жоқ. Назарларыңызға рахмет.